Good day, guys. How are you doing? Қалайсыздар? Қалай жағдайларыңыз? Бүгін біз деген жаңа тақырып бастағалы отырмыз. Сол жаңа тақырыпты мен сіздерге қазір түсіндіретін боламын. Бұл тақырыпты мен қазақ тілінде де орыс тілінде айтамын, себебі бізде қазақ тілінде екеуі бірдей аударылады. Сол себепті мен қазақ тілінде де орыс тілінде де екеуін бірге қатар алып жүруге тырысамын, сіздерге түсінігірек болу үшін, түсініктірек болу үшін. Жарай ма? Келістік қой. Кеттік онда. Енді қараңыздар, бүгінгі тақырыбымыз бізде аталады adjectives және adverbs. Бұл не? Adjective дегеніміз бұл сын есім, қандай деген сұраққа жауап береді. Яғни әдемі, тез, жылдам, қысқа, немесе қандай бар, жай, немесе қиын, қауіпсіз, қауіпті деген сияқты. Яғни бүкіл қандай деген сұраққа жауап беретін сөздердің бәрі осы неге жатады. Енді бүгін біз соны, яғни сын есімді қалай adverbsқа айналдырамыз, сол туралы айтатын боламыз. Adverbs ол қалай деген сұраққа жауап береді. Яғни, енді қараңыз. Good day, guys. How are you doing? Не болды? Қосылды ма? Good day, guys. How are you doing? How are your things? Қалайсыздар? Қалай жағдайларыңыз? Бүгін біз жаңа тақырып бастағалы отырмыз. Тақырып аталады adverbs. Adverbs және adjectives туралы. Adjectives біз бұны білеміз, яғни сын есім деген сөз, яғни қандай деген сұраққа жауап береді. Adjectives ол яғни біздің әдемі, қиын, қысқа, жай, қауіпті, не қысқа деген бар ма, бүкіл қандай деген сұраққа жауап беретін сөздер бар, соның бәрі. Соның бәрі енді оны қалай істеуге айналдырамыз. Істеу дегеніміз ол қалай деген сұраққа жауап беретін сөз, ол етістікті сипаттайды. Енді adjectives бұл зат есімді сипаттайтын болса, яғни әдемі қала, үлкен үй, қысқа шалбар деген сияқты, қауіпті жол деген. Яғни біз не істеп тұрмыз? Жол, үй, әдемі, біз зат есімді, яғни кім не деген сұраққа жауап беретін сөзді сипаттап тұрмыз. Енді бүгін біз етістікті сипаттаймыз. Етістік бұл іс-әрекет. Жүгірді, барды, жазды, киінді. Мысалы қараңыздар, әдемі киінді, тез жүгіреді, қиын, қауіпті айдайды машинаны, қиын жұмысы қиын, жұмыс істейді, қиын жұмыс істейді деген сияқты. Яғни оны қалай істейміз? Енді қазақ тілінде оны біз айтатын болсақ, ол екеуі де бірдей аударылады. Яғни қараңыздар, әдемі, қандай адам? Әдемі адам. Қалай жазады? Әдемі жазады, екеуі бірдей абсолютно. Енді соны біз орыс тілінде мен сіздерге көрсету үшін қалай екеуінің айырмашылығы бар екен. Мысалы қараңыз, әдемі орыс тілінде красивый, beautiful, ағылшын тілінде beautiful. Енді мен айтқым келеді, енді әдемі киінеді. Қалай киінеді? Әдемі киінеді. Енді орыс тілінде красиво, деген неде аяқталады, жұрнақта. Енді қараңыз, красиво ағылшын тілінде болады beautiful, и бізде неде сын есімнен үстеу жасау үшін, яғни қандай деген сұраққа қалай де жауап беру үшін, оған ли, егер де L әрпі болса, Y әрпі жалғанады. Бірақ қараңыздар, мына жерде beautiful. Beautiful бізде L әрпі уже бар, бірақ та мына жерде белгілі бір заңдылыққа байланысты, мен оны сіздерге қазір бастарыңызды қатырмай қойын, мен тек оңай жолын сіздерге үйретемін. Ли деген жұрнақты жалғаймыз. Beautifully. Енді қараңыз, ол әдемі қыз. She is a beautiful girl. Ол әдемі қыз. She is a beautiful girl. Енді мен ол әдемі киінеді деп айтатын болсам, онда мен бұлай айтамын. Ол киінеді. She, киіну ағылшынша болады dress. Кию біздің білетініміз бұл wear деген бар ғой, мен I'm wearing деп айтамын, мен киемін деген сөз. Бірақ та егер де сен белгілі бір стильде киінетін болсаң, модны, әдемі киінетін болсаң, бұл кезде dress деген сөзді қолданамыз. Енді she бізде үшінші шақ, сондықтан es жалғанады. She dresses beautifully. Мына жерде қараңыз. Енді тағы бір мысал келтірейін.
Fast бұл енді бұрыс істеуге жатады, яғни ешқандай өзгеріс болмайды. Fast күйінде қала береді. Мысалы қараңыздар, жылдам fast. Жылдам қалай жүгіреді? Жылдам жүгіреді. Fast болып қала береді. Мысалы қараңыздар, менің әкем жылдам, яғни өте тез адам, да? My father is fast. Да? Егер де ол машинаны тез айдайтын болса, мен онда былай айтамын. My father айдайды, ағылшынша болады drive. My father бізде үшінші адам, яғни міндетті түрде s жалғау, міндетті түрде жалған. My father drives fast болады. Бұл етістіктен кейін көреді, байқап отырған шығарсыздар, да? Кешірім сұраймын, мынау қате жазып кетті. Beautifully fast, яғни істеу сөздер етістіктен кейін жазылады. Соны міндетті түрде естеріңізде сақтаңыздар. Кеттік. Hard то же самое, fast сияқты, ол да ешқандай да өзгерілмейді. Hard бізде қиын, яғни усердно, егер де адам күні-түні жұмыс жасайтын болса, усердно жұмыс жасайтын болса, hard сонымен қатар тяжелый деген, қиын деген мағынасы бар. Ол да сол күйінде қала береді. Енді ары қарай кетейік, өзгеретіндер нелерге кетейік. Мысалға slow, жай. Да, slow, жай, медленный. Енді медленно деген шығу үшін, медленно деген сөз шығу үшін, мен ly жалғауын жұрнағын жалғаймын. Slowly. Енді кеттік, былай айтайық, да? Менің әжем жай, яғни ол жай жүреді, да? My grandma is slow, жай жүреді, да? Немесе turtle is slow, да? Turtle бұл деген тасбақа деген сөз. Тасбақа бізде жай жүреді, білеміз ғой, да? Turtle is slow, ол жай. Енді мен былай айтқым келіп тұр. Менің әжем жай жүреді деп. Немесе тасбақа жай жүреді деп айтатын болсам, онда менде сөйлем былай болады. My grandma жүру, жаяу жүру болады walk. Repeat after me. Walk. И бізде grandma үшінші адам болғаннан кейін етістігімізге s жалғау жасалған. My grandma walks slowly. Қалай жүреді? Жай жүреді. Walks slowly. Келесі сөзіміз easy. Easy бұл оңай деген сөз. Easy peasy lemon squeezy, білеміз ғой. Easy оңай. Енді қараңыздар, оңай орысша легкий. Easy деген сөзіміз y әрпінен аяқталып тұр. Енді қараңыздар, мен оңай деген сөзден легко қалай істеймін? Мен мысалы үй тапсырмасын оңай істеп тастаймын, ағылшын тапсырмасын оңай істеп тастаймын деп айтатын болсам, легко. Я делаю домашнее задание легко, оңай істеймін. Енді легко деген сөз шығу үшін мына y әрпі бізде I әрпіне өзгереді. Easily. Repeat after me. Easily. Оңай деген мағынада. Енді мен сіздерге мысал келтірейін. Мен үй жұмысын оңай істеймін. I do my homework. Мен үй жұмысын істеймін. Қалай істеймін? Оңай істеймін. Easily. Көрдіңіз бе? Енді мына жерде қараңыз, мен бағана айттым, етістіктен кейін келеді деп, да? Егер де етістіктен кейін объект келетін болса, яғни нені істеймін? Үй жұмысын істеймін. Нені? Үй жұмысын. My homework. Ондай кезде объекттен кейін келеді, сөйлемнің соңында тұрады негізі. Easily көбінесе сөйлемнің соңында, немесе етістіктен кейін келеді. Келесі кеттік. Short, қысқа. Short, қысқа, короткий, да? Енді коротко, яғни қысқаша айтамын, қысқаша, кстати, да, несі істеуі. Ағылшынша болады shortly. Shortly. Енді қараңыздар. Менің анам қысқа ғана айтады. Бүкіл нәрсені айтады. Қысқа нақты да нұсқа айтып тастайды. My mom, менің анам айтады. Say, айту. Бізде мама үшінші адам, сондықтан етістікке s жалғау жазылған. My mom says shortly. Менің анам қысқа ғана айтады. Болды, артық ештеңе жоқ. Келесі сөз bad. Bad бұл жаман, плохой. Енді плохо, жаман дейтін болсақ, яғни қазақ тілінде көріп тұрсыз ғой, да, екеуде сын есімде, үстеуде екеуде бір, сондықтан мен сіздерге орыс тілінде айтып жатырмын. Bad, плохой, плохо болады badly. Жалғауын жалғаймыз. Badly. Мысалы, ол маған, қалай айтсақ болады, ол маған жаман айтты. Жаман айтып тастады деп айтамыз ғой біз дегенде.
Ол айтты. He says айтты да, осы жаңа қолданғанымыз say he бізде үшінші адам, сондықтан say сөзіне s жалғау жалғанады. He says me, кімге? To me, маған. He says to me badly. Ол маған жаман айтып тастады деген мағынаны білдіреді. Кеттік ары қарай. Келесі сөзіміз тоже бұрыс сын есім болып табылады. Яғни ол басқаша өзгереді. Мысалы good. Good бізде жақсы, хороший деп аударылады. Енді хорошо болады well. Well. Мысалға, мен өзімді жақсы сезініп тұрмын. Қалай сезінемін? Жақсы сезінемін. I feel well болады. Яғни мен I feel good деп те айтылады, бірақ оның басқа мағынасы бар. Сондықтан біздегі бүгінгі тақырып бойынша I feel well. Мен жақсы сезініп тұрмын. Немесе айтайық, ол жақсы не істеді дейік, жазды дейік та. She жазу алып жүр write. She бізде үшінші жақта тұрғаннан кейін s жалғауын жалғаймыз. She writes well болады. Ол жақсы жазды деген мағынаны білдіреді. Енді кеттік практикаға кетейік. Біз бұл бойынша көп практика істейтін боламыз. Себебі бұл сөйлемді әдемі қылып, бізге әдемі қылып, одан сайын біздің деңгейімізді көтеруге өте көмектесетін керемет және әдемі тақырып. Сондықтан бұл бойынша біз практиканы көп істейтін боламыз. Мысалы, қараңыздар, жер жазылып тұр. She talks slowly. Ол жай сөйлейді. Яғни бір қыз жай сөйлеп, сөйлемнің соңына не жетеді. Яғни ол өте жай сөйлейді. She talks slowly. She talks very slowly деп айтуға болады. Яғни өте жай сөйлейтін болса. Мына қараңыздар. They built the house beautifully. Олар, мен қалай аударамын енді бұл сөйлемді қараңыздар. Олар үйді әдемі салды. Қалай салды? Әдемі салды. Яғни алдында тұрады қазақ тілінде. Next, we speak English very well. Very дегенді қояйыншы мына жерге. Very well. Біз ағылшын тілінде өте жақсы сөйлейміз деген мағынаны. We speak English very well. Next, my dad drives a car fast. Менің әкем машинаны өте жылдам, very fast, өте жылдам айдайды. Так, тағы да қандай нені келтірсек болады? Тағы да мысал келтірейікші, чтобы сіздерге онан сайын түсініктірек болу үшін. Немесе түсінікті деп ойлаймын, тағы да бір қайталап жіберейін. Яғни бізде adjective бұл бізде қандай деген сұраққа жауап береді. Beautiful, slow, short, quick. Мысалы, quick бізде тез. Тез болатын болса, яғни бір нәрсені тез етеді. Quickly. She speaks quickly. Ол тез сөйлейді. She speaks quickly. Мына жерде fast деген келмейді. Fast көбінесе бізде деген жылдамдыққа қатысты нәрсені айтады. Егер де бір адам не істейтін болса, quickly деп айтамыз. Тез жауап берді, тез сөйледі деген сияқты. Ол неге жылдамдықтың, яғни машина айдау, жүгіру соған ешқандай қатысы жоқ. Сондықтан quickly деп айтамыз. Так, келесі. Мысалы тағы бір кетсек, happy, бақытты деген сөз айтайықшы, давайте. Бақытты, счастливый деп аударылады. Енді мен бақытты өмір сүрдім, бақытты сезіндім деген сияқты мағынаны айтатын болсақ, онда бізде болады happily. Қараңыздар, happy бізде сөйлем соңы y әрпінен аяқталып тұр, сондықтан happily болады. Мысалы, мен бақыттымын. Мен қандаймын? Мен бақыттымын. Мына жерде сын есім. I am happy. Мен қандаймын? Мен бақыттымын. I am happy. Енді қараңыз, мен өзімді бақытты сезінемін десем, I feel happily болады. Мен бақытты сезінемін. Қалай сезінемін? Бақытты сезінемін. Енді кеттік, тағы бір сөз, dangerous деген сөз алайық, давайте. Dangerous аударылады қауіпті. Dangerous қауіпті, Енді біз оны үстеуге айналдыратын болсақ, dangerous деген сөздің соңына ли жұрнағын жалғайтын боламыз. Мысалы, менің ағам мені машинаны қауіпті айдайды, өте қауіпті, my brother
айдайды машинаны, drive, brother бізде үшінші жақтағы адам, сондықтан s жалғауын жоқаймыз. My brother drives a car, да, машинаны да, dangerously. Қалай айдайды? Қауіпті айдайды. My brother drives a car dangerously деп аударылады. Яғни мен сіздерге осы не бойынша тағы да біз жаңа сөздер өтетін боламыз. Соларды мен сіздерге беремін. Оны қалай істеуге айналдыратынын тоже біз практика жүзінде тағы да практика жасайтын боламыз. So I hope that my lesson is really helpful for you and beneficial for you. So thank you very much for watching. Goodbye.